Баршаңызға сәлем. Достар, біздер бүгін мынадай браслетті тоқитын боламыз. Мен тоқып болдым, маған тек застежкасын қадауым ғана қалды. Осындай браслет тоқитын боламыз. Ол үшін бізге не қажет? Бізге 4-5 мм жемчуг қажет және 3 мм хрусталіміз қажет болады. Леска қажет, инеміз қажет. Инемізге мынадай етіп, бір хрусталь, бір жемчуг, бір хрусталь, бір жемчуг етіп теріп аламыз. Оны ұшына дейін 15 см қалдырып алып келіп байлаймыз. Байладық. Енді мынау жемчугімізға дейін жібімізді, жібіміз мына жақта тұр, осыны жемчугімізға дейін алып келеміз өтіп. Ол үшін хрустальдан өтеміз және жемчугтан өтеміз. Жемчугтан алып шықтық. Енді бізге дәл осылай бір хрусталь, бір жемчуг, бір хрусталь аламыз. Бір хрусталь, бір жемчуг, бір хрусталь аламыз. Біз жібіміз жемчугтың төмен жағынан шығып тұр мұны. Біз оны жоғарыдан төмен қарай екінші рет өтетін боламыз. Енді дәл осылай мына жоғарғы жемчугке өтетін боламыз. Хрустальдан және жемчугтан. Дәл осылай қайталай береміз. Өзімізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін дәл осылай қайталай береміз. Жіп жоғарыда біз төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Дәл осылай өзімізге қажетті ұзындық керек болғанға дейін, пайда болғанға дейін осылай тоқи береміз. Мен тағы біраз тоқиын, одан кейін сіздерге екінші қатарға қалай өту керек екенін көрсететін боламын. Міне достар, сіздерге көрсету үшін мен 3-4 қатар болса да кішкене 3-4 рет жүріп өттім. Енді біздің жібіміз мына жоғары жағынан шығып тұр. Осыны біз мына хрустальға алып келуіміз қажет. Келесі қатарға, екінші қатарға өту үшін хрустальдан өтетін боламыз. Жібіміз мына жоғарыда, біз хрустальдан өтеміз. Енді хрусталімізға біз ең бірінші жемчуг аламыз. Жемчуг аламыз. Бір хрусталімізді аламыз, тағы бір жемчуг алатын боламыз. Енді осылай тердік. Ең біріншісін осылай теретін боламыз. Бір жемчуг, хрусталь, тағы бір жемчуг. Хрусталіміздан жібіміз сол жақтан шығып тұр, біз оны оң жақтан солға қарай тағы да хрусталімізден өтетін боламыз. Жібіміз ортасында тұр. Одан ары жылжу үшін біз ол жіпті мына жемчугқа өткізетін боламыз. Мына жемчугтың оң жағынан жібіміз шығып тұр. Енді біз келесі тоқу үшін бір хрусталь, бір жемчуг аламыз. Егер жібіміз осылай оң жақтан жемчугтан шыққан болса, біз ең бірінші хрусталь аламыз, одан кейін жемчуг алатын боламыз. Енді біз мына жақтағы бірінші қатардағы хрустальдан өтетін боламыз. Жібіміз ортада тұр. Біз оны қайтадан жемчугтан өтетін боламыз. Жібіміз сіздерге көрініп тұрған шығар деген ойдамын. Жібіміз ортада. Біз ол жіпті жемчугтан өтеміз төменнен жоғары қарай. Төменнен жоғары қарай өтеміз. Алдыңғы қазір алған хрусталіміздан өтеміз. Жемчугтан өтеміз. Және жоғарғы тағы бір хрустальдан өтетін боламыз. Міне достар, жемчугіміздан өттік, хрусталіміздан өттік. Енді келесісін тоқу үшін біз бірінші хрусталь тұр. Енді жемчуг аламыз, одан кейін тағы бір хрусталімізді аламыз. Жаңа бірінші
бірінші жемчуг алып, одан кейін хрусталь алған едік қой. Ой, бірінші хрусталь алып, жемчугтан жеміс шығып тұрғанда бірінші хрусталь алдық, одан кейін барып жемчуг алғанбыз. А енді бірінші жемчуг аламыз, одан кейін барып хрусталь аламыз. Бұны жібіміз міне ортада тұр. Бұны жемчугтан өтетін боламыз. Жемчугымыздан өтеміз. Және мынау ортадағы тұрған хрусталіміздан өтеміз. Жібіміз ортада тұр. Енді бұл жіпті мына жемчугтан шығаратын боламыз дағы. Бірінші қатардағы жаңағы қосқан жемчугымыздан шығаратын боламыз. Дәл осылай тоқып кете береміз. Біткенге дейін тоқып кете береміз. Мына жіпіміз жемчугтан шығып тұр. Біз хрусталь аламыз бірінші. Хрусталь аламыз, одан кейін ғана жемчуг аламыз. Екеуінің орындары ауысып тұрады. Бұл жерде енді хрустальдан өтеміз. Хрустальдан өттік міне. Қайтып жемчугымыздан өтеміз. Келесіге өту үшін былай міне. Хрусталь, жемчуг, тағы хрусталь. Мен сіздерге образец болғаннан кейін қысқа ғана қылдым. Сіздер өздеріңіздің қолдарыңызға турлап ұзындығын жасайсыздар. Енді бұл жерде қалай жасаймыз? Біз бірінші хрусталіміз бар. Бірінші жемчуг аламыз, одан кейін хрусталь аламыз. Хрусталь аламыз. Жемчугымыздан өтеміз. Хрустальдан өтеміз. Жемчугтан өтеміз. Келесі үшінші қатар тоқитын болсаңыздар, мына жерде және хрустальдан өтесін боласыздар. Ол неше қатар екенін өздеріңіз шешесіздер. Маған ұнағаннан кейін мен енді 4 қатар қылып тоқыдым. Міне 1, 2, 3, 4, 4 қатар қылып тоқыдым. Сіздер 2 қатар қылсаңыздар да болады. Міне жіңішкелеу демесеңіздер 2 қатар, болмасам 3 қатар тоқсаңыздар болады. Дәл осылай келесі қатарларды қосып кете бересіздер. Қосу үшін қатарды тағы да жемчугтан бастайсыз. Хрусталь, жемчуг. Қатарды бастайтын кезде дәл осылай алатын боласыздар. Жібіміз хрустальдан шығып тұр. Хрустальдың кері айналдырып, екінші рет өтетін боламыз. Егер тағы да қатар жасайтын болсаңыздар, дәл осылай қайталанып кете береді. Видео ұнаған болса, видеома лайк басып, комментарийларыңызды жазып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік.